Сәлем достар, сіздермен бірге Пифагор арнасы. Бүгін біз сіздермен тұрақты пи саны, яғни 3,14 деген санның қайдан шыққанын, яғни шеңбердің ауданы неліктен пи р квадрат деген формуламен анықталатынын анықтайтын боламыз. Ол үшін мен мынадай диаметрі 140 болатын шеңбер сіздім. Бұл шеңбердің өлшемдерін қарайтын болсақ, диаметрі 140, ұзындығы 439,823, радиусы 70. Енді мен жағдайында мына автокадтан шеңбер сіздім. Сіздердің жағдайларыңызда кез келген дөңгелек, цилиндр болатын ыдыстың, заттың осы ұзындығын, шеңбердің ұзындығын жіппен өлшейсіздер. Сосын диаметрін сызғышпен немесе штанген циркульмен өлшейсіздер де ұзындығыңызды, тапқан ұзындығыңызды өлшеген, жіппен өлшеген ұзындығыңызды диаметрдің ұзындығына бөлесіздер. Ал менің жағдайында қазір осы шеңбердің ұзындығы 439,823 бөлемін 140 диаметріне. Сонда менде 3,14 аржағында осындай сандар кетеді. Бұдан бөлек тағы бір мысал келтіріп көрсек, радиусы 200 дейін. Енді осы шеңбердің өлшемдерін қарайтын болсақ, радиусы 200, диаметрі 400, ұзындығы 1256 бүтін, аржағында 63,71 деп кетеді. Енді осы шеңбердің ұзындығы мен диаметрін өзара қатынастыратын болсақ, 1256,63,71 бөлемін, менде радиус 200, диаметрі сәйкесінше 400-ге. Тағы да осындай 3,14, аржағында осындай сандар кетеді. Бұл заңдылық жалпы кез келген шеңберге орындалады. Содан біз мынадай формула аламыз. С деген ұзындығы ағылшынның мына тұрған сөзінен шыққан. Бөлеміз диаметрге д. Сонда осындай сан шығады. Оны пи деп белгілейміз, тұрақты сан. Содан біздің шеңбердің ұзындығының формуласы С тең болады пи д болмаса 2 пи р. Екеселенген радиусы диаметрін береді. Соны пиге көйтсек шеңбердің ұзындығы шығады. Ал енді келесі сұрақ бізде неліктен шеңбердің аудандығы пи р квадрат деген. Ол сұраққа жауап беру үшін шеңберді мынадай бөліктерге бөлеміз. Бірінші мына жағдайда 90 градустан 4 бөлікке теңдей бөлінген. Және оларды өзара осылай тізбектеп қоямыз. Бұл фигураның ауданы әлі де бізге табу қиын. Сондықтан оны әлі де тағы да бөлеміз. Жаңағы бөлген бөліктерді тағы да 2-ге бөліп шығамыз. Ол жерде 45 градустан. Оларды да тізбектеп қоямыз. Бізде фигурамыз жаймен параллелограммның фигурасына ұқсай бастайды. Оны тағы да бөлеміз 22,5 градустан. Оларды тізбектеп қоямыз. Сонда мынадай болады. Өстіп шексіз шеңберді бөле беретін болсақ, мынау менің жағдайымда 3 градустан шеңберді 120 бөлікке бөлдім. Сосын ол бөліктерді тізбектей былай қойсақ, осындай бізде фигура шығады. Енді жаңағы біздің тапқан шеңберіміздің ұзындығы, ол мынау шеңбердің ұзындығы, оның жартысы мына фигураның үстіңгі бөлігіне кетеді, жартысы астыңғы бөлігіне кетеді. Мына ұзындықтан тапқан мына 2 пи р'дің біреуі үстіне, біреуі астына кетті ғой. Ал мына фигураның мына жаны, мына радиус, осы жаны бізде мына жанына кетті. Соны біз r деп, радиус деп белгілейміз. Енді мынау параллелограммның ауданын табу үшін жай ғана осы ұзындығымен енін көбейтеміз. Аудан тең болады пи р. Мына ұзындық көбейтілген r ені тең болады пи р квадрат. Шеңбердің ауданы осы себептен бізде пи р квадратпен анықталады. Назарларыңызға рахмет.
Видео ұнаса лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, ұнамаса өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, сұрақтарыңызды қалдырып кетіңіздер комментарийде. Каналға тіркеліп кетіңіздер.